Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен етістік және оның түрлерімен танысамыз. Ең алдымен етістік ол бізде заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Енді осы етістіктің сұрақтарына мысал келтірейік. Ойнады, не істеді, күлді, не қылды, қайтты, ол бізде қарады, жүзді деген секілді. Ал енді осы етістіктің түрлерімен танысатын болсақ, етістік құрамына қарай екі топқа бөлінеді, дара және күрделі болып. Дара деп отырғанымыз тек бір ғана түбірден тұрады. Оған мысал ретінде баста, ойна, аяқта деген сөздерді аламыз. Күрделі өзі аты айтып тұрғандай, дараға қарағанда кішкене қиынырақ, бірақ қатты қиындау емес. Яғни кемінде екі сөздің тіркесу арқылы жасалады. Біріншісі етістік болса, екіншісі көмекші етістік болады. Оған мысал ретінде алып кел, жазып отыр, барып қайт деген секілді сөздерді аламыз. Ал енді осы етістік тұлғасына қарай негізгі және туынды болып екі топқа жіктеледі. Яғни негізгі деп отырғанымыз ол бізде сөздің түбірі етістіктен болса, ол негізгі етістік болады. Оған мысал ретінде кел, бар, қайт, жүр деген сөздерді аламыз. Ал туынды ол бізде басқа сөз таптарынан сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жалғанған етістікті немесе туынды түбірді біздер туынды етістік деп атаймыз. Оған мысал ретінде ойна, шегеле, қарайлас деген сөздерді аламыз. Ал енді осы етістік іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауына қарай болымды және болымсыз деп екі топқа жіктейміз. Болымды деп отырғанымыз ол іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Яғни кел, санады, жаздыр, барды деген секілді. Ал болымсыз өзі аты айтып тұрғандай іс-әрекеттің болмауын, жүзеге аспауын білдіреді. Негізгі және туынды етістікке маме, бабе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Яғни оған мысал ретінде келме, санамады, жаздырма, бармады деген сөздерді аламыз. Ал бізде енді етістіктің мағынасына қарай салт етістік және сабақты етістік болып екі топқа жіктеледі. Салт етістік деп отырғанымыз ол өзінің алдына табыс септігіндегі сөзді қажет етпейді. Яғни үйге кел, қайда кел, үйден шық, қайдан шық, үйде отыр, қайда отыр деген секілді. Ал сабақты етістік осы салт етістіктің антоним түрі. Яғни өзінің алдына табыс септігіндегі сөзді қажет етеді. Қатты оқы, нені оқы, ақшаны сана, нені сана, есепті шығар, нені шығар деген секілді. Ал енді бүгін мен сіздермен етістік және оның түрлерімен таныстық. Енді осы біздің бүгінгі өткен сабағымыз сіздерге түсінікті болса, бұл жерде сіздерге семантикалық карта беріліп қойған. Бұл жерде семантикалық картада манағы етістіктің болу-болмауына қарай, мағынасына қарай, тұлғасына қарай бұл жерде сіздерге мысалдар беріліп қойған. Егер де сіздер қай мысалды дұрыс деп санасаңыздар, соның астына қосу белгісін қалдырасыздар. Ал қайсысы қате болса, соның жанына сызықша белгісін қалдырасыздар. Бізде бұл жерде дұрыс жауаптары берілген. Осы дұрыс жауаптармен өзіңіздің дұрыс жауаптарыңызды салыстырып, қатемен жұмыс жасаңыз. Ал енді бүгінгі сабақты тыңдап назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.